Барлықтарыңызға сәлем. Барша ер азаматтарды келіп жеткен ұлы отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Сіздерге қажымас қайрат және бақытты өмір тілеймін. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі видеоның тақырыпшасын оқығандай, мен бүгін қыздарға 10 кеңес айтатын боламын. Ешкімге ештеңеге деген претензиям жоқ. Сол себепті бұл видеода айтатын ойлардың барлығы өзімнің жеке ойым. Олай болса кеттік. Өзіңнің таңдауыңа, өзіңнің уәделеріңе адал бол. Себебі барлығы адалдықтан басталады, және де мың жерден адам саған жаман әрекет жасап жатса да, мың жерден сатып жатса да, сен оның ісін қайталама. Себебі сен ол емессің. Үй шаруасына пысық бол. Қыз баласына кез келген нәрсені тез үйрену үшін ең бастысы үй шаруасына пысық болу керек. Бір лайфхак айтайын, қатты ашуланып тұрғаныңда немесе ойларыңды жинақтай алмаған сәтте үй шаруасын істеп баста. Әр нәрсені өз орнына қоя бастаған кезде сенің ойларыңда барлығы өз орнына келеді, солай сен дұрыс ойлай аласың. Бұл лайфхак өзімде жұмыс жасауда. Қыз баласы үнемділік деген нәрсені жақсы білу керек. Жоқ, ол тек қана ақша жағынан емес. Ол өз уақытын үнемдеп, және де сол арқылы өзге уақытын үнемдеуді үйрену болып табылады. Қыз баласы тамақты жақсы істей білу керек. Тамақты жақсы істей білу ол өмірлік жетістік. Кем дегенде бір адамнан болсын, қыз баласы сенің тамағыңа жетпейді деген мақтауды есту керек. Жаман қасиет барлық адамда болады, енді адам болғаннан кейін қырсықтық, қылықтылық сияқты. Алайда шылым шегу сияқты жаман нәрселерге әуес болмау керек. Қыз баласы өзгелерді сыйлай алып, өзі де сыйлы бола білу керек. Себебі сыйлай алатын адам ғана сыйлы бола біледі. Кез келген адамның миын жеу қасиетіне әуес болмау керек, себебі кез келген адам сенің жаныңда жайлы болғанда ғана сені бағалайды. Қыздың ақылына көркі сай болу керек. Ішкі жан дүниесі қаншалықты әдемі болса, сыртына да солай күтіммен қарау керек. Қыз баласы әрқашан өзіне қарап жүру керек. Мына алды жақтағы менің ойымды оқып, мына қыздың көзқарасы соншалықты көне, немесе неге ол қыз олай ойлайды деп ойлап жатқан шығарсыздар. Мүмкін менің ойлау қабілетім орта ғасырдікі шығар, алайда бұл тек қана менің өз жеке ойым. Қазіргі таңда көп қыздар өздерін львицалар, королевалар, инстадивалар, принцессалар, львицалар, тигрицалар, тағы неме, бүкіл жануармен теңестіріп шыққан шығар, және де ал сонда қарапайымдылық қайда қалады? Осының барлығы не үшін қажет? Осының барлығы бір арзан атақтан басқа бір нәрсе алып келіп жатыр ма? Мен қайта-қайта видеоны отыратын жерді өзгертіп отырмын, себебі күн түсіп тұр, қазір түс уақыты болғандықтан. Сол себепті ренжімеңіздер. Алло, қыздар, ояныңдар. Егер барлығымыз королевалар, принцессалар, тигрицалар, тағы сол сияқты болып кетсек, онда ше қарапайым қазақилық қайда қалады? Ал енді 9-шы кеңес. Қыз баланы ер баладан ең басты ерекшелендіретін нәрсе ол нәзік қарапайымдылық. Қарапайым болайық. Егер біз қарапайым болсақ, өміріміз екі есе жеңілдеп қалады. 10-шы кеңес енді. Сен шынайы болу керексің. Сен қандайсың, солай адамдарға өзіңді көрсет. Өзіңнен біреуді жасау ол үлкен қателік. Сен ешкім қайталай алмайтын ерекше тұлғасың. Сол ерекшелігіңді әрқашан сақта. Ал енді қорытындылай, саған айтарым. Бір күнде жоқ болар, арзан атаққа жүгірме. Өзгелерден ерекшеленемін деп, өзіңді жоғалтып алма. Қыз қылымсыған іс-әрекетімен емес, қылығымен тәтті, соны ескерейік. Бұнда айтқан ойларының барлығы өзімнің жеке ойым. Мені қатты сынамаңыздар. Егер менің ойыммен қосылатын болсаңыздар, осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, өзге қыздарға жіберіңіздер. Видеомды мына өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр. Қазақ қызы, бүгінге сен қандайсың? Бірде ащы, бірде тәтті балдайсың. Қара түнек, жарық күн бе қалауың? Өз қолыңда қайсысын сен таңдайсың? Осымен біздің видеомыз тәмам. Келесі көріскенше. Айтпақшы, инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар.